Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Алиева Аңғар, бай және кедей психологиясының 5 айырмашылығы туралы бүгінгі тақырыпты қозғаймыз. Неге бай адам байыған үстіне байи береді? Және де ол дамып, өсіп, өмірде талпынып барлық нәрсеге қол жеткізеді? Неге кедей мұқтаждықтың шеңберінен, жетіспеушіліктің шеңберінен шыға алмайды? Оған қандай психология әсер етеді? Неге мән беру керек? Сіздермен бірге және де көшбасшы дамыту жобасы рост лидері. Мұнда суретте қарап отырғандарыңыздай бай мен кедейлердің әдеттері жайында әңгімелейміз. Қандай әдет, қандай психологияны адам өзіне жақсы жадына серік қылып алса, сол психология бойынша өмірі өрбиді. Мұнда суретте көріп отырған адамдардың барлығы өмірде жақсы нәтижеге, байлыққа қол жеткізген тұлғалар. Барлық мәселе бастан басталады. Яғни ойлауымыздан, ой өрісін дамыту өмірге деген көзқарасымыздан басталады. Ой түзелмей, бой түзелмей деп айтсақ болады. Бай болуға жеткізбейтін 5 тосқауыл қандай? Білесіздер ме? Бірінші тосқауыл ол басқа адамдарды кінәлау. Екінші тосқауыл ол өмірге нақты жауапкершілікпен қарамау. Үшінші жоспарсыз өмір сүру. Төртінші үміттеніп, біреуге сеніп өмір сүре беру. Және де себепті, сылтауды таба беріп, жалқаулықты серік еткен жандар да осындай 5-ші себеп бойынша да кедейліктің шеңберінен шыға алмайды. Енді барлығын ашып қарасақ, адамды кінәлай беру, өзгені кінәлау, яғни үкіметті барлық жағдайларда өзгелерді кінәлау қалай жүзеге асады? Яғни үкіметті кінәлау. Үкімет кінәлі, бізге ақша нақты бөлмейді, жағдай жасамайды. Біз үкімет былай жағдай жасағанда, мынандай ақша бөлгенде біз жақсы көтеріп кететін едік деген сияқты әрқашан тек жаңағы үкіметтер қандай заңдылық шығарды, қандай дұрыс қимыл жасалмады деген сондай көзқараспен үкіметті кінәлау сіздерді табысқа әкелмейді. Яғни сол кедейшілікке жаңағы жолдың ең бір себебі сол жан-жақты кінәлап отыру. Және де ата-аналарымызды кінәлау. Олар бізге ешқандай жағдай жасамады. Менің ата-анам бай болған кезде мен бүйтіп өмір сүрмес едім. Маған мұрагермен ештеңе тастамады. Немесе менің өміріме жақсы жағдай жасап, маған қолдау бермеді. Ата-анам ақша бермеді деген сияқты. Немесе оқытпады деген сияқты. Сондай ата-анаға деген бір өкпе наз кінәнің болуы. Яғни мен бір тренингке қатысқан кезде сол тренинг жүргізуші былай айтқан: мен өзім әке-шешемді кінәлап, өйткені жолдастарымның барлығы бай, жақсы бақуатты отбасынан шыққан екен да, және сол өзінің әкесі тракторист екен. Сол әкемді кінәлап, менің жаңағы жолдастарымның әке-шешесі сияқты маған жақсы киім кигізіп, жақсы жағдай туындатып, жақсы оқуға берген жоқ. Осыларына өмір жағдайлар жетіспейді. Мен осылардың арқасында мен осылай өмір сүріп жатырмын деп ата-анасын кінәлап жата береді екен. Сол бір күнде дейді, мен өз ойымнан шошып қоямын дейді, шошып тұрып түрегелдім дейді. Себебі дейді, мен қазір осы әке-шешемді кінәлап жата бергеннен, ертең мен де осындай осы әке-шешемнің өмірін қайталаймын. Сонда менің де балдарым мен сияқты осы шектеусіз шеңберден шыға алмай, кедейшілікпен осылай оймен жата ма дейді. Яғни осындай кінәлаудан арылу керек. Жұмыс берушіні кінәлау. Яғни жұмыс сізді егер ол жұмыс қанағаттандырмаса, ол жұмыста көңіліңіз толмаса, ол жұмысты істегіңіз келмесе, не істеп жүрсіз ол жерде? Өзіңізді жаңағы құлшылыққа салып, бодандауға салып, яғни тек қана осындай қалып көп кінәлап, мен жұмыс берушім дұрыс емес, ақшам аз, жұмысым көп өте, жаңағы демалысқа уақыт жоқ, ешқандай өз-өзіміздің өмірімізге қарауға уақыт жоқ деп, жұмыс берушіні кінәлап қана қойып, кінәнің бәрін тек сол басқа жұмыс берушіден іздеп өмір сүретіндер бар. Яғни сізді жұмысыңыз жаңа қанағаттандырмаса, оның табысы қанағаттандырмаса, немесе сол жұмыс уақыты, оның жағдай шарттары қанағаттандырмаса, сол жұмыстан шығыңыз да басқа мүмкіндіктерді іздеңіз. Мысалға, біздікі осы көбінесе кінәлаудың арқасында кедейшілікке сол болған оқиғаларды кінәлау. Мысалға, мына оқиға болмаған кезде мен бұлай өмірде
жаңағы жақсы нәрсеге қол жеткізетін едім. мынандай болып қалды өмірімде. Осындай жағдай туындағандықтан мен қазір сол жағдайдың себептерімен, яғни сол жағдайларды болғандығына байланысты мен осындайға қол жеткізе алмадым, немесе іс-әрекет жасай алмай отырмын. Мынау менде немесе ақша жоқ деп, осы тек қана барлық оқиғаларды өмірімізден орын алған сәттерді кінәлап отыр. Оның барлығы сәтсіздіктердің себебін өзгелерден іздеп, өзіңізге жауапкершілікті ысырып тастап отырсаңыз, мысалға, сізді тек тікелей жолыңыз кедейшілік. Сондықтан сол кедейшіліктен шығу үшін ешкімді кінәламай, тек қана өзіңізден бар себепті іздеп, өзіңізді өзгертсеңіз, өміріңіз де айналаңызда өзгереді. Үкіметті, ата-ананы, жұмыс беруші, тағы да басқа барлық жағдайларды кінәлап отырғанда өміріңіз өтіп жатыр. Сіз кінәлап отыра бергеннен өмірде еш өзгеріс орын алмайды. Тек қана барлық мүмкіндікті, барлық байлықты, барлық жақсылықты сіз сол кінәлауға, тек қана өзіңізден жауапкершілікті ысырып тастап, басқа адамның мойнына іліп қою, ол жеңіл жолмен жүру. Яғни жеңілдің астымен, ауырдың үстімен секіріп ойнап өту деген. Сондықтан ең оңай жолы беріле салу, біреуді кінәлай салу, әр жағдайды кінәлай салу, тек қана мен жақсымын, мен сол себептер, сол жағдайлар болмағанда, сол адамдар кінәлі болмағанда, мен өзімді жүзеге асыратын едім деген идеямен ғана өзіңізді шектеп өмір сүру сізді кедейлікке ғана әкеледі. Міне бірінші айырмашылық, бай адам мен кедей адамның айырмашылығы осы ойлауында, яғни осындай оймен, осындай өмірге деген көзқараспен өмір сүруіне тікелей байланысты. Кедейшіліктің тағы бір ерекше себебі ол өміріне жауапкершілікпен қарау, өміріне жауапкершілік алмау. Өміріңіздегі жауапкершілік сізді кедейлікке әкеледі. Bir сәт бәрін ысырып тоқтатып қойыңыз да ойланыңыз. Bir сәт өзіңіздің өміріңізді електен өткізіңіз, көз тоқтатыңыз, көз жүгіртіңіз өміріңізге. Біз өмір тек асығыс, жаңағы орысша айтқанда ежик тумани дегендей, тек қана ештеңеге мән берместен күнделікті сабақ өмір, немесе жаңағы үй жұмысы өмір деген сияқты жүгіріспен ғана, қарбаласпен, тамақ табумен, әрекет жасаумен, тек қана сол шектеулі ғана өмірмен, күнделікті өмірімізді ойламастан, санасыз түрде жауапкершілік алмастан өткізіп жатырмыз. Соны бір сәт тоқтап ойлану керек. Қазіргі сәттегі нақты жағдайды өзіңіз сезініңіз. Өзіңіздің эмоционалдық жағдайыңызды, материалдық жағдайыңызды, психологиялық жағдайыңызды дұрыс қабылдай алу керек. Бізде, Құдай жеткізеді, бір сәті болар, немесе жаңағы жоқ болса да бар сияқты қолтаңдап көрсету ойында, жаңағы адамдарға пантай дейді ғой, яғни адамдарға тек қана өзіңіздің жағдайыңызды дұрыс бағаламай, дұрыс құнын білмей, өзіңіз сәтіңізді қандай жағдайда соны дұрыс өзіңізге қабылдай алмай өмір сүргеннен, сондай реальность дейді ғой, нақтылықты осы шынайы өміріңіздің қазіргі жағдайдағы сәтіңізді дұрыс қабылдап бағалай алмауыңыз ол кедейшілікке әкеледі. Бәрі жақсы, халықтың көрген ұлы той деп тек қана жүре берген, ол нақты кедейшілікке баратын жолдың бірі. Қанағатшылдық әрине тамаша, бірақ өмірде талпынған адамға Алла тағала береді. Сол үшін сананы өзгертіп, түйсікті бір ашып, оятып, ерік жігерді баулу керек. Яғни біздің жануарлардан айырмашылығымыз неде? Біздің жануардан басқа тіршілік иелерінен айырмашылығымыз ол біздің саналылығымызда. Яғни сол саналықты ойлау қабілетімізде, ойлай білуімізде. Сондықтан соны ояту үшін бір сәт тоқталып, жаңағыдай өзіңіздің материалдық, психологиялық, әлеуметтік барлық жағдайыңызды жан-жақты бағалаңыз, денсаулық жағдайыңызды бағалаңыз. Бәріне 10 балдан есеп беріп шығыңызшы. Егер сіздің материалдық жағдайыңыз өзіңізді қанағаттандырмаса, психологиялық жағдайыңыз қанағаттандырылмаса,
денсаулық жағдайыңыз сізді, эмоционалдық жағдайыңыз сізді қанағаттандырмаса, бір нәрсені өмірде өзгерту керек қой. Яғни саналы түрде мен не істеп жүрмін? Өмірімнің мәні не? Мен тап қазір өзгермесем, ертеңгі өмірім не болады деген сияқты сұрақты қойып, өзіңізге деген саналылықты сезінсеңіз, жауапкершілікті алсаңыз, яғни шешім қабылдасаңыз, ерік жігеріңіз баулайсыз. Яғни ерік жігеріңіз оянады. Өмірге деген талпынысыңыз оянады. Сондықтан бізде неге жауапкершілік алудан қашамыз өмірде? Себебі елдің айтқанына, жаңа өмірде қалыптасқан белгілі бір установкаларға, ел қалай, мысалға қазір мен сізді сондай өзіңізді қазіргі эмоционалдық, материалдық жағдайыңыз қиналдырады, сіз өзгерткіңіз келеді, бірақ сіз сенбейсіз. Өзгерту үшін, сол үшін тек қана сылтау айтып жүре бересіз. Неге? Себебі сіз сәл қазір өзгертіп басқаша қимыл жасайтын болсаңыз, жұрттың қандай реакция береді? Қоршаған ортаңыз, туған туыстарыңыз, бауырларыңыз, қасыңыздағы жақыныңыз қалай сізге көзқараспен қарайды? Қолдай ма, қолдамай ма? Немесе жаңағы бұл өз-өзімді өзгертсем, мына зона комфортадан шықсам деген ойды енгізбейсіз де, жаңағы күнделікті қалыптасып қалған нәрсемен қанағат тұтып, шектеуден шықсаңыз, бір нәрсені өзгертсеңіз, өз-өзіңізді түсіне алмай қалатын сияқты сезінесіз. Яғни сол барлық елдің, жан-жақтың, ортаның реакциясынан, яғни оны бізді дұрыс қабылдамай қалады-ау дегеннен қорқу. Ол негізі балалық шақтан, бала кезімізде бәріміз батылмыз ғой. Әрекет жасаудан қорықпаймыз, жаңа жерлерді бағындырып, көруден, жүгіріп, барлық нәрсені қызықтаудан қорықпаймыз мысалға. Яғни сол мәселелерден қорықпау біздің ата-ананың әй болмайды, әй құлайсың, әй бір нәрсе орнасын деген шектеулерді, мысалға, ол ата-анамызда кінәлі емес, сол негізі біздің бейсаналық түрде қалыптасып қалған установкаларымыздан келеді, яғни сондай қалыпты шарттардан келеді. Сол мәселеден біз шектеліп қаламыз. Біздің өзіміздің барлық нәрсеге қол жеткізетінімізге сеніміміз жоғалады. Яғни сонымен қатар өмірге деген жауапкершілікті алмауымыз сол себептерден төмендей бастайды. Сондықтан сіз қазіргі сәттен бастап тағы ең бірінші маңызды айырмашылық өмірге жауапкершілік алудан қашу. Сіз өміріңізге жауапкершілік ала аласыз. Нақты жауапкершілік алсаңыз, міне 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін, 5 жылдан кейін өміріңіз өзгереді. Соны ойландыңыз. Осыны дұрыстап қарап көрсеңіз. Яғни бұл кедейшілікке апарудың, жауапкершіліктен қашу нақты бір жолы болса. Бүгінгі іс-әрекетіңіз бұл сіздің ертеңгі нәтижеңіз. Жоспарлай білу керек. Яғни салауатты түрде, саналы түрде, сауатты түрде жоспарлауды білу. Біз көбінесе халықта айтады, ой қош, мен жоспарлайын десем, ол жоспарым жүзеге аспайды, бәрібір ол жоспарлаған нәрсе жүзеге аспайды, жоспарламау керек, бәрібір басқаша жүреді деген сияқты адамда сенім қалыптасқан, сондай наным қалыптасқан. Ол неден туындайды? Ол жоспарлаудағы сауатсыздықтан туындайды. Сондықтан бүгіннен бастап ол жоспарлауды сауатты жүзеге асыру үшін бірінші оны нақтылау керек. Яғни әр бүкіл шыққанына дейін, әр деталына дейін қажетті түрде айқындау керек. Яғни сіз үй алғыңыз келе ма, сіз бірінші отырып алып, үйдің сол қаншалықты, қалай, неше бөлмесі бар, қандай есігі бар, қандай жаңағы қабырғасы қандай, барлық нүктесіне дейін сіз детальды түрде бәрін білуіңіз керек. Және де сол сіздің нақты арманыңыз, нақты мақсатқа айналу үшін оның өлшемі құндылығы керек. Сіз қарап, жаңағы жарнамаларды ақтарып қарап, газеттерді ақтарып қарап, интернеттен жарнамаларды қарап отырып, сіздің армандағы түйініңіздің нақты құнын біліңіз. Яғни сіздің арманыңыздың құнын білуіңіз керек, жоспарыңыздың құнын білуіңіз керек. Және де жүзеге асыру мерзімін, орны қай қаладан сіз қалайсыз? Мысалға, әр қалаға, елді мекенге байланысты, регионға байланысты сіздің жаңағы жоспарыңыздың құны өзгереді. Дұрыс па? Сондықтан қайда оны жүзеге асыруыңыз керек? Қай қалада, қай елді мекенде, соны нақтылауыңыз керек. Ең басты маңыздылығы жоспарлауды, сауатты түрде жоспарлаудың. Ол
нақты уақытын белгілеу. Яғни сіз ол жоспарыңызды қаншалықты мерзімде, қаншалықты уақытта жүзеге асыруға ниеттісіз. Сол ниетіңізді айқындауыңыз керек. Яғни сауатты жоспарлау адамға мықты мотивация береді. Адамның бір ерік жігерін оятады. Мысалы сіз жаңа үйді таңдадыңыз делік, ол үйіңіздің барлық қабырғасына дейін, есігіне дейін, плитасына дейін біліп тұрсыз. Оның құнын біліп тұрсыз. Ол қай қаладан, мысалы айталық Астанадан делік, немесе Алматы, немесе Мәскеуден делік, басқа қаладан делік, оның қай қаладан екенін біліп тұрсыз. Яғни өзіңіздің қазіргі нақты уақытыңызды жауапкершілік алып, сезініп, өзіңіз жағдайыңызды сезініп, қазіргі табысыңызды сезініп, сізге сол жоспарыңызды жүзеге асыру үшін, қазіргі мысалға келтіріп отырған үйді алу үшін қаншалық уақытта сіз сол табыс таба аласыз. Соны ойласаңыз, сізде мотивация пайда болады. Яғни уақытын белгілесеңіз, мысалы 3 жылда ма, 5 жылда ма, 1 жылда ма, 10 жылда ма, соған байланысты сізде әрекет туындайды. Соған байланысты сізге ол миға импульс береді. Сіздің ерік жігеріңіз оянады. Яғни сіздің осы жоспарыңыз нақтыланған кезде сізде миға деген импульс кетеді де, мықты вибрация кетеді де, сізде соған деген мықты мотивация оянады. Жоспарсыз өмір сүру ол кедергіге әкелетін ең бір фактордың бірі. Уақытты жоспарсыз, мақсатсыз өткізу әрекетсіздікке әкеледі. Ол өз-өзіңізге деген сенімсіздікке әкеледі. Яғни сенімділіктеріңізді жояды, шектейді. Сіздің жоспарламай өмір сүрсеңіз, өміріңіз шектеулі болады. Өйткені сізде сенім жоқ. Сізде бір арқа сүйейтін нақты фактор жоқ, алға сүйрейтін нақты жоспар жоқ. Сондықтан сіз жігеріңізден айырыла бастайсыз. Ақша жоқтық, кедейлік содан пайда бола бастайды. Яғни сіз қазір бүгін әрекетіңіз ертеңгі болашағыңызды айқындайды. Сондықтан бүгін қазір нақты сіз қай жаққа қарай жүріп баратқаныңызды білмесеңіз, сізді ағыс қай толқын, қай жерге әкелетінін, негізі жарты жылдан батып кетуіңіз мүмкін, немесе кез келген жағалауға келіп ұруы мүмкін да. Ал нақты сіз қандай жағалауға, қандай нақты өмірді, қандай жоспарды жүзеге асырғыңыз келіп қойсаңыз алға, міне сол жағалауға барасыз. Яғни сондықтан да сауатты жоспарлаудың маңызы өте зор. Яғни ондай жоспары жоқ адамдар ең кедейліктің бір аяғы сол бір кедейліктің алдында тұрады. Тағы бір кедейлікке әкелетін фактор біреуге сеніп өмір сүру. Осы біздің халықта нақты жалпы қалыптасқан әрекетті сіз өз өміріңіздің қожайынысыз. Сондықтан өмірде ешкімнен ештеңе күтпеңіз. Бізде тек қана туысқанға сеніп, ата-анаға сеніп, бауырға сеніп, досқа сеніп деген сияқты өмір сүреміз да. Біздің біреу келіп өмірімізді өзгертіп беретін сияқты. Бір жаңағы сиқыршы келіп, сиқырлы таяқшасымен түртіп жіберіп, өміріміз аяқ астынан өзгеріп кететін сияқты. Әйтеуір Құдайға сеніп, басқаға сеніп өмір сүреміз мысалға да. Иә, Алла тағалаға сену керек, бірақ өзіңіз әрекет жасап қалпына керек. Тек сеніп қана қойып отырғаннан адам тек қана қиялында ғана өмір сүреді. Нақты өміріңіз тек сіздің жаныңыздан өтіп кетіп жатыр. Сондықтан сіз жаңағы алдында айтылып кетілген эмоционалдық, материалдық, социалдық, яғни әлеуметтік және өзіңіздің денсаулық жағдайыңыз барлық өміріңіздің сферасына нақтылап баға беріңіз. Нақтылап қазіргі өзіңіздің өміріңіздің қандай жағдайда екендігін бағалап тұрып қабылдаңыз. Сол кезде өзіңізге әрекет жасауға 100% жауапкершілік қабылдайсыз. Егер сондай жауапкершілікті қабылдамасаңыз, біреуге сеніп өмір сүрсеңіз, сіз нақты келешекке баратын жолды таңдап, соның жолында келе жатырсыз. Сіздің өміріңізге ешкім жауап бермейді. Яғни немесе сіздің өміріңізде болып жатқан оқиғаларды, проблемаларды ешкім шешіп бермейді. Егер сіз өз-өзіңізбен шынайы болып, ішкі түйсігіңізбен болған оқиғаны, нәтиженің қазір қалыптасып жатқан нәтиже болған оқиға, яғни соған деген өзіңіздің реакцияңызды, көзқарасыңызды, ниетіңізді өзгертсеңіз,
болашақтағы нәтижеміз өзгереді. Сондықтан түсініңіз, сіз ғана өз өміріңізді өзгерте аласыз. Алла тағала да бал берсе, немесе басқа да адамдар көп сүйеді ғой, туған туысқанда сіз өміріңізді өзгертпейсіз. Волшебный, яғни таңғажайып бір өзінен өзі орын алатын жағдайлар болып, өзінен өзі бір шешіліп кетпейді проблемаңыз. Сондықтан өзіңізге деген, өміріңізге деген, өзіңізге тек қана жауапкершілік. Сені ысырып салғаннан гөрі, жауапкершілікті тек өз-өзіңізден ысырғаннан гөрі талпынып, жұрттан ақыл сұрап, қай жерде кім қандай тіршілікті жақсы біледі, соны сұрап біліп, сол бір адамның істеген екінші адам істейді деп әрекет жасау қажет. Ұмтылу қажет. Сол кезде адам байлыққа деген, жақсылыққа деген, игілікке деген, өмірге деген көзқарасы өзгерсе, әрекеті өзгерсе, талпынысы өзгерсе, нақты байлыққа қол жеткізеді. Яғни мынау кедейшілік көзқарастың, психологияның қалыптасуы, әдеттің қалыптасуы осы тек әркімге сеніп түсініп салу. Яғни белгілі бір себептер, мынандай себеп бойынша мен осы себептермен жүзеге асыра алмадым, жоспарымды, өзімнің арманымды, сол себептермен мен қазір жағдайым деген сияқты, тек қана сол себепті сылтауды ойлап отырмын. Сөйтіп, тек қана басқаға, өзгеге сеніп жалқаулыққа берілгенмен, еркелеп, әркімге, бауырларымызға, туған туысқанға еркелеп өмір сүрумен уақыт өтіп жатыр. Бізде мысалға Алла тағаланың қанша уақыт бергенін білмеймін, мысалға уақыт кетіп жатыр. Көп десе 15 жылымыз мектеп бітіргенше 15-16 жыл ата-анамның қарамағында өтеді, ата-анамызға сеніп өткіземіз. Одан кейін оқуға түсіп, сол үкіметке сеніп өткіземіз. Оқуды бітіргеннен диплом алып, тағы үкіметке сеніп жүреміз. Сонымен жұмыс үй неге өмірде ешқандай өзгеріс болмайды? Себебі біз тек қана әркімге сеніп үкіметпен бағар, әке-шешені бағар деген сияқты сол сенімнен шыға алмай жүреміз. Ал ұйқыға кетіп жатыр, тамаққа кетіп жатыр уақыттың барлығы да. Сонда нақты саналы түрде оянып өмір сүруге адамда тек қана мысалы 70 жас деп алсақ, 20-15 жыл ғана бар екен. Ұйқыдан, тамақтан, басқа да жаңағы айтылған алынған өмірден басқа. Сондықтан дұрыстап тұрып өміріңізді жауапкершілікпен қолға алып, жалқаулыққа берілмей, еркелемей, уақыт әлі бар ғой деп, өмір алда ғой деп қана өз-өзіңізді алдап өмір сүрмей, шешім қабылдау керек. Осы мына факторлардың барлығы адам кетеді. Сылтау айту, себеп табу, шағымданып өмір сүру тікелей кедейшілікке әкелетін жол. Бізде тек еңбектенбей, мүмкіндіктерді елемей, сылтау айтып, ақтала беруден тек өзіңізге кедейшілікті жұқтырып қана отырасыз. Яғни біздер не істейміз? Тек қана ой, мен мына себепті жүзеге асыра алмай қалдым, ой, мен керемет болып келе жатыр едім, былай өте алмай қалдым да, осы себептерден мен осы жағдайым қазіргі жағдайға душар болдым деген сияқты сылтау айтып, өз-өзіңізге аяушылық жүргізіп, өміріңізге деген аяушылық жүргізіп, кішкене де болса аяушылық өзіңіздің ойыңызға енгізсеңіз, өз-өзіңізді аяп, шектеп қана өмір сүретін болсаңыз, жауапкершіліктен алдында айтылып кеткен қашу деген сол еңбектенбеуден, жаңағыдай бір өзіңіздің жаныңызды қинамаудан қашуда, сол кезде ол адамда сылтау пайда болады. Сіз ақтала бастайсыз. Мен неге қазір жолым болмай жүр, мен неге қазір табысты емеспін, мен неге қазір бай емеспін деген сияқты соны жұртқа бір ақталу ретінде сылтау табу. Көрдіңіз ба? Ал бай адамдардың психологиясы сол сылтауды таппай қайта әрекет жасап, не болса да ерінбей, кішкене бірді екі қылып, екіні үш қылып өсіріп дамыту. Ал кедейлер тек еңбектенбей, кішкене қимылдаса, соны үлкен қылып көрсетіп, сылтау айтып, ары қарай өзінен өзі міндетті түрде бір нәрсе топ етіп бола қалады деген сеніммен өмір сүреді.
сол таусылмайтын себептер. Мысалға мен жасайтын бизнесте адамдарға өсейік, өнейік, дамиық, мүмкіндіктің барлығы бар. Мынандай, мен өзім Фаберик компаниясымен серіктеспін. Осы 2011 жылдан бастап қаншама адамның өмірін өзгерттім. Сол адамдардың көбісі маған төмен жағдайда, яғни бес алты кететінен, жаңағыдай бала шағасын оқыту керек, немесе өзінің жағдайының төмендігінен қиналған кезде келді да бизнесқа. Сол кезде осы себептердің барлығын нақтылап тұрып шешіп, жан-жақты оны тамырына балта шауып тұрып кірістік. Қазір сол кісілердің көбісі миллиондап, пәленбай 100 мыңдап табыс табады біздің бизнес. Яғни ол көп адам келмес бұрын уже сылтау айта бастайды, себептер көп табады. Міне мен жаңағы жаман әйелге бала сылтау деп, мен балам бар, шыға алмаймын деп сылтау айтады. Ал кейбір аналар, мысалы, бай болғысы келетін, өсетін, өнгісі келетін, өзіне сеніммен қарайтын аналар, мен балам бар, ол өсіп келе жатыр, мен ертең ол балама не бере аламын деген сияқты көзқараспен қарайды. Көрдіңіз ба? Бір затқа әртүрлі көзқараспен қарауға болады. Сылтау айтып, ыңырсып, шектеліп отыра беруге болады, ыбылжып. Немесе жоқ, мен бұл отыра берсем өмірім не болады? Қалай ол өзгеріс енеді? Мен жыл өткен сайын жасарып жатқан жоқпын, қартайып жатырмын. Мен қазірден бастап әрекет жасауым керек деген сияқты адамның өмірге деген қобалжу, өзіне өмірге деген жауапкершілік алып, отбасына деген, бала шағасына деген, жаңағы өмірін өзгертем деген сондай жауапкершілік алып талпынған кісілер, әрекет жасаған кісілер бай дұрыс. Ал жоқ, жаңағыдай таусылмайтын себептермен шектеліп отыра береді. Сосын тек қана мына миға жоқтықтың психологиясын меңгеріп алды. Яғни ой менің қолымнан келмейді, мен істемесем менің ақшам жоқ деп келеді маған көп адам бизнесқа. Негізі адам бизнесқа келгенде ақша жасау үшін келеді ғой. Сол үшін ол әрекет жасау керек. Қалай әлемдегі миллионер, миллиардер адамдар көтеріліп кетті жоғарыға? Олардың барлығына жаңа әке-шешелерінен мұрагерлікпен байлық келе салған жоқ қой. Мысалы, көп болса 100% миллионерлердің 100% бай адамдардың 3%-на ғана, 1%-на ғана мұрагерлікпен байлық түскен болар. Қалғандары сол жоқтықтан, талпыныспен, мұқтаждықтан әрекет жасап отырып өмірде бай болғандар. Себебі неде? Мына жоқтық психологиясын, барлық психологияны өзгерткендер. Яғни жоқ дегенсеңіз сіз жоғаласыз. Сондықтан жоқтық психологияны жақсылап қана нақтылап тұрып, жақсы позитивті көңіл-күйге өзгерту керек. Шағымдана бергеннен, жоқтықты айта бергеннен сіздің психологияңыз бұзылады. Сіз өз миыңызды өзіңіз соған сенгізесіз, сенесіз. Өзіңіздің жоқ деп айтқаныңызға сеніп, сол сіздің сол сенген әрекетіңіз шектеулі болады. Сіз өзіңіз сендіргеніңіз соншалықты, сіз оған нақты сеніміңіз молдығы соншалықты, сол жоқтықтың бар екендігі рас қой. Қалай мені елдер түсінбейді? Мына мен айтып отырмын ғой сізге, осы адам тек ерігіп айта береді, қалай осыны түсінбейді деп айтуыңыз мүмкін. Яғни сол жоқтық психологияңызға кедергі әкеледі. Сондықтан сіз жақсы ойлап, армандап, қиялдап, оны әрекет жасап, тек бар болады, мен бай боламын деп ұмтылсаңыз, ойыңыз өзгеріп, бойыңыз түзелгеннен басқа, өміріңізде жақсылық орнағаннан басқа, биік шыңдарға көтерілгеннен басқа төменге түспейсіз. Ал жоқтықты ойлай берсеңіз, сіз өзіңізге Құдайдың, Алла тағаланың беріп тұрған мүмкіндігін пайдаланбай, тек өзіңіздің мүмкіндіктеріңізге, есігіне қарамай, тек жоқ деген жабық, бұрынғы өтіп кеткен, жаңағы өміріңіздегі бұрынғы өткендерді ғана соны сылтауратып, сол болмай қалған нәрселерді ғана, жаңа сізді осындай жағдайға душар еткен ситуация, жаңа оқиғаларды ғана ойлап отырғаннан ештеңе өміріңізде өзгермейді. Яғни сол жоқтықтың есігінен жабысып алып отқаннан, сол негативті ойдан жабысып алып отқаннан, сіз алдыңызда тұрған болашақтан, Алла тағаланың беріп тұрған несібелерінің мол есіктерін, мүмкіншіліктердің мол есіктерін сіз көрмейсіз ашық тұрған. Сондықтан сол ойдан арылу керек. Сол ойдан арылу үшін күнделікті өзіңізге аффирмациямен, ол келесі тақырып болады, нақтылап тұрып,
сіз өз өзіңіздің ойыңызды түзеңіз. Мына ой түзелсе, тіл түзеледі, тіл түзелсе, өміріңіз түзеледі. Сіз жақсы ойға, мүмкіндіктерге сенбей, ойыңызға тек негатив сіңдіргенмен өміріңіз жақсылыққа өзгермейтінін түсініңіз. Сенімсіздік себеп сылтау туындатады да, сылтау себеп айтуды туындатады да, өміріңіз төмендеп құлдырайтыныңыз көп. Мына бай адамдар өмірде тек талпынғаннан неде болса қиналып тұрса да, осы қиналған сәтінен жақсы өмір сүрем деген сенім талпыныстан олар жаман болып жатқан жоқ. Сондықтан олар бай болды. Өміріңізді теріс оймен ойлай берсеңіз, ол сіздің бүткіл денеңізді да, миыңызды да, өміріңізді да оңалтпайды. Сондықтан бар мүмкіндіктен сол ойлардың арқасында, негативті ойлардың арқасында айырылып қалыңыз. Соны айырылмас үшін бүгіннен, қазіргі сәттен бастап өміріңізді өзгертіңіз. Байлықтың кілті өзіңде. Жаңағы айтылып кетілген 5 кемшілік, 5 негативтік психология, яғни сол кедейшілікке апаратын нақты жол, сол байлыққа жеткізбейтін нақты кедергі, сол сіздің табысыңызды, өміріңізді шектейтін мәселе. Сондықтан жаңағы айтылып кетілген 5 мәселені дұрыстап тұрып, саналы түрде ойланып, бір шешімге келіңіз. Байлықтың кілті өзіңізде, қолыңызға алыңыз. Байлық жақсы, позитивті ойлаудан, миды жақсы жаққа бағыттаудан, мына ішкі жан дүниені жақсылыққа баулудан басталады. Сондықтан ең бірінші ыңырсып, ыбылжып, ызыңдап сылтау айта бермей, өміріңізге 100% жауапкершілік алыңыз. Яғни қазіргі сәттен бастап, бүгіннен бастап сіз өз өзіңізді өзгертпесеңіз, ойыңызды өзгертіп, сол ойға сәйкес әрекет жасап, қимылдай бастамасаңыз, өміріңізде еш 5 жылдан кейін де, 10 жылдан кейін де, 15 жылдан кейін де еш өзгеріс. Арманыңызды жаңа жоғарғы айтқандай нақтылап тұрып, сауатты түрде жоспарлаңыз, мерзімін белгілеңіз, арманыңызды жүзеге асыратын жерін белгілеңіз, нақты оның құнын белгілеңіз, детальды түрде барлық арманыңыздың қандай екеніне өзіңізге нақтылап тұрып ой салыңыз. Соны күнделікті жазып қойып тұрып, таңертеңнен бастап қарап, оқып, сол арманыңызға талпыныңыз. Нақты мақсатқа айналдырыңыз арманыңызды. Сол кезде сіз байлыққа жетесіз. Яғни байлардың айырмашылығы, бай болудың психологиясы, ол жақсылап тұрып, адам өзін-өзі жоспарлап, жақсы сезімге бөлей білу. Ешкімді кінәламай, өмірді мол мүмкіндік деп қабылдайды бай адамдар. Әр сәтті, әр минутты Алла тағаланың берген мүмкіндігі деп қабылдайды. Сіздер ойланып қараңыздар, ол сөздің ұяттығы жоқ дейді. Яғни қаншалық аталық ұлттар сіз болғысы келетін миллиондаған биологиядан білесіз. Бірақ сіз сол барлық аталық ұлтты жеңіп дүниеге келдіңіз. Осы дүниенің есігін ашып өмірді сүріп жатсыз. Яғни сіз туған сәттен бастап, өмірге келген сәттен бастап сіз жеңімпазсыз. Сондықтан әркімді, өмірді, ата-ананы, жұмыс берушіні, басқа бір өмірдің сәттерін кінәламай, кінәні өзгеден іздемей, өз өзіңізден мүмкіндік іздеңіз. Өмірдің әр даже сәтсіз деп ойлаған сәттерінің барлығы сізге бір мол мүмкіндік беретін сәттер. Ол сәтсіздіктер тектен текте болмайды. Яғни ол сізге беріп тұрған сигнал, ол сізге беріп тұрған өміріңді өзгерт деген бір нақты ұсыныс. Яғни сізге беріп тұрған мол мүмкіндік. Міне бай адамдардың психологиясы қанша жерден қиналса да, қанша бір өмірлік оқиғаларға тап болса да, олар сол оқиғаны нақты бағамдап, дұрыстап шешім қабылдап, жұртты кінәламай, өзгені, басқа сәттерді кінәламай, осыдан сабақ алып, нақты өз-өзін өзгертеді. Өзін адам өзгерткен кезде өмір өзгереді. Барлық сылтау себептер сіздің өміріңізді өзгертуге сигнал, жаңа мүмкіндіктер береді. Соны дұрыстап тұрып қабылдаңыз. Бай адам өмірге жауапкершілікпен қарап әрекет жасайтын адам. Яғни өзіне мен болмасам, кім менің өмірімді өзгертіп береді деп тұрып,
нақты шешім қабылдап кірісетін адам. Сондықтан жаңағы міне осы 5 айырмашылық адамды бір затты екі көзқараспен қарауға болады. Байлық, жақсылық, молшылық, мына Аллаға жақсылықтың болатынына деген сеніммен қарап тұрып әрекет жасау, немесе тек жаман ойға беріліп, жаман шоқты ғана ойлап, сол менің ой жүзеге аспайды, қолымнан келмейді деген, болмайды деген ойды, улы негативті, сіздің мына миыңызды, ойыңызды, әрекетіңізді, өміріңізді парализовать ететін паразит ойлармен толықтыру, ол сізді кедейлікке әкеледі. Не нағыз сол кедейлік психологиядан арылуыңыз керек. Бай болам десеңіз, бақуатты болам десеңіз, өмірде мол табысқа қол жеткізіп, барлық мүмкіндіктердің өмірдің пайдаланып өмір сүрем десеңіз, бүгіннен бастап ойды өзгертіңіз. Өмірге деген көзқарасты өзгертіңіз. Сіз қазір жаман ойлағаннан, негативті ойлап, өмірге нақты жоспар құрмай, тек өмірдің сарқынымен, ағынымен ғана жауапкершіліксіз өмір сүргеннен сіз жақсылыққа қол жеткізбейсіз, барлық мүмкіндікті жоғалтасыз. Сондықтан қазірден бастап шешім қабылдаңыз. Сіз қай жолды таңдайсыз? Бай болу жолын ба, бай болу әдетін ба, бай болу психологиясы, әлде кедейшілік жолын ба? Осы менің видеом ұнаса, астына үлкен бармақты басып тұрып, лайк басыңыз, комментарий, яғни өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Және де қандай тақырыпта сіздер жаңа видео көргіңіз келеді, сол ой өрістеріңізді комментарий ретінде қалдырып кетсеңіздер болады. Ал бизнес жасау, табысқа қол жеткізу, жаңағыдай ешқандай мол қаражатсыз миллиондаған табысқа ие болу жолдарын білгіңіз келсе, маған мына видеода көрсетілген немесе төмендегі сілтемелермен көрсетілген байланыс нөмірлері бойынша хабарласуыңызға болады. Сіздермен болған мен, Алиева Іңкәр, баршылықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бай болыңыздар, бай қуатты болыңыздар, өз өміріңіз өз қолыңызда, тек қана жақсылықпен, дамумен, өсумен, жақсы бір әрекетпен өмірдегі барлық мүмкіндікті жібермей, өз мақсаттарыңызды жүзеге асырасыздар деген сенімдемін. Бәрі өз қолдарыңызда. Неспе тілеймін, мол неспе, мол нәсіп, өмірдегі барлық жақсылық. Сәттілік.